Қайырлы күн достар, назарларыңызға мынадай психогеометриялық тест ұсынамын. Мына 5 фигураның ішінен қайсысын мынау менмін деп сенімді түрде айта аласыз? Квадрат па, үшбұрыш немесе шеңбер, тіктөртбұрыш әлде ирек? Сонымен тесттің қорытындысы. Егер де сіз квадратты таңдасаңыз, әдетте олар өте төзімді, табанды, тұрақтылықты сүйеді. Бастаған істерін ешқашан орта жолдан тастап кетпейді. Әр заттың өз орнында болғанын қалайды. Өзгерістерден аздап қорқақтайды. Достыққа берік, махаббатқа адал, жұмысты жан тәнімен беріліп істейді. Икемділік жетіспейді. Осы бағытта өзімен жұмыс істеген дұрыс. Келесі, үшбұрыш. Үшбұрыш адамдар туа біткен лидерлер. Өте қуатты, мықты, жүрген жерінде адамдарды үйіріп, шабыттандырып әкететін қасиетке ие. Өмірден нені қалайтынын, оған қайтсе қол жеткізетінін анық біледі, және басқаларды да соған сендіре алады. Олар мықты тұлға, қауіпті бәсекелестер. Келесі, шеңберлер. Шеңберлер өте мейірімді, басқаларға қамқор, өзгенің қайғысын өз қайғым деп білетін, өте жанашығыш, көпшіл және бауырмал. Қашанда өзімде ғана емес, мен қоршаған адамдардың барлығына жақсы болса екен деп тілейді. Басқалармен тез тіл табысып, бауыр басып кетеді. Кек сақтамайды, жанжалды барынша болдырмауға тырысады. Басқалардың мүддесін өзінікінен биік қоюы да мүмкін. Тіктөртбұрыш. Өтпелі кезеңде жүрген адамды сипаттайды. Оны әдетте нақ осы сәтте өзіне не болмаса, өз өміріне көңілі толмай, орын алған ситуацияны жақсы жағын өзгертуді қалайтын адамдар таңдайды. Олардың басты ерекшелігі әр нәрсеге әуестігі, батылдығы, қызығушылықтарының жан-жақтылығы. Маманның көмегіне жүгінсе, аз уақытта өзін-өзі анықтап, бұл ситуациядан шығудың жолын табуға болады. Иректер творчество адамы. Креативті, оригиналды ойлай біледі. Бір жүрген жолмен екінші рет қайта жүруді қаламайды. Басқа жол, стандартқа сай емес шешімдер қабылдайды. Көңіл күйі мен мінез құлқы тез өзгереді. Құбылмалы, аумалы, төкпелі. Тіл байлығы мол, сөзге шешен болып келеді. Басына келген тамаша ойларын басқалар қаласын, қаламасын бөліскілері келіп тұрады. Мінекей, сонымен тесттегі барлық фигураларға сипаттама беріп шықтық. Енді сіз өз жауаптарыңыздың қаншалықты сәйкес келетінін салыстырып қараңыз. Егер де ұнаса, лайк басып төменде пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Көріскенше күн жақсы болсын.